армысыздар. Көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күні де келіп жетті. Алғыс айту әрбір қазақстандық үшін сананың жетілгенін, рухани молайғанын білдіреді. Алғыс айту үшін арнайы күнді күтпей, мүмкіндігінше жақсы сөздер айтып, әр күнде алғысқа бөленіп жүрейік. Бір-бірімізге алғыс айтудан жалықпайық. Алғысымыз шексіз. Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адалдық деген сөз шыншылдық, айнымастық, шын берілгендік деген сияқты ізгі қасиеттерді еске салады. Адамгершілік адалдықтың, кішіпейілділіктің айнымас темір қазығы. Ризашылық сөзінде көп мағына жатыр. Адам өзіне қанағаттанып сүйсінген кезде ризашылық сезіміне бөленеді. Ризашылық білдіру өзіңді, өміріңді бағалаудан басталады. Жер бетіндегі қайырымдылық, ізгілік атаулының бәрі ананың ақ сүтімен тарайды. Жақсылыққа қайырымдылықпен жауап беру әр жанның бойына дарыған ізгі қасиет. Жылулық мейірімнің шуағы, жақсылықтың шырағы, жан жылулығы, жүректің тазалығы, адамгершіліктің айнасы. Қабағымызды ашайық, жылуымызды шашайық. Жақсылық жасау адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Әрқайсың тамшыдай жасаған жақсылықтарыңды қосқанда үлкен дарияға айналады. Риясыз жақсылық жасау биік адамгершіліктің белгісі. Парыз. Жүрегі жылулыққа толы, адамгершілікті ұрпақ тәрбиелеу. Парыз парасаттылықпен атқарылатын міндет. Әр адам ата-ана алдындағы парызын ұмытпай ақтау керек. Жылы сөз, қайырымды іс, жақсы ой, кіршіксіз сезімдеріңізді ешкімнен ешқашан аямаңыздар. Рахмет деген қасиетті сөзді жиі айтыңыздар. Ең бастысы, дәл осы күні ғана емес, әрбір күнде алғысқа бөленіп жүрейік. Алғысымыз шексіз. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін арақтанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубағаты, жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барды Алла